Қайырлы күн, балалар. Кезек сауат ашу пәніне келді. Сабақтың тақырыбы ұлттық тағамдар және мәтін деп аталады. Оқу мақсатымыз мұғалімнің көмегімен мәтіннің құрылымы мен мағынасын ашу және мәтінге ат қою. Қане еске түсірейікші, балалар. Біздің түсінігіміз бойынша мәтін дегеніміз не? Мәтінге ұқсас сөз, балалар, синоним сөз, ол әңгіме десек те болады. Мәтінге, балалар, біз ат қоямыз, және де мәтіннің басы, ортасы, соңы болатынын білеміз. Ал енді, балалар, оқулықпен жұмыс жасап көрейік. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Балалар, мен мәтінді оқимын, неше сөйлем бар екенін санап отырамыз. Уыз деген не? Сен білесің бе? Ол жаңа туған малдың сиыр, қой, ешкі, түйенің алғашқы сүті. Ол өзі қою, тәтті болады. Сиырдың уызынан уыз көже жасап, бүкіл көршілерді шақырады. Малдың төлдері уызға әбден тойуы керек. Уызына тоймаған төл жүдеу болады. Сондықтан да үлкендер мал төлін әбден емізіп, уызына тойдырады. Балалар, менімен бірге оқып отырсыңдар деп үміттенемін. Ал енді бұл мәтінге қысқаша талдау жасайық. Мәтінде неше сөйлем бар? Балалар, сөйлемнің соңына қандай тыныс белгілер қойылушы еді? Еске түсірейікші. Әрине, нүкте, сұрақ белгісі және леп белгісі. Қанекей, санайықшы, мына мәтінде неше сөйлем бар? Егер десеңдер, неше сөйлем бар екен анықтап бітсеңдер, мен жауабын шығарамын. Сәйкес келем екен? Әрине, 7 сөйлем бар, жарайсыңдар. Келесі, сөйлемдерде не туралы айтылған? Қане еске түсіреміз? Салыстырайық жауабымызды. Уыз туралы. Жарайсыңдар, балалар. Осы жерде қысқаша айта кетейікші, уыз дегеніміздің не екенін білдік пе? Немесе білуші ме едік? Балалар, ол 4 түлік малдың, сиыр, қой, ешкі, түйенің ең алғашқы сүті екен. Жарайсыңдар, есте сақтап қаламыз. Мәтінге қандай ат қойсақ болады? Мәтінге қандай ат қояды екенбіз, кәнекей? Ал енді мен қойған атпен салыстырып көрейік. Уыз десек те болады екен, балалар. Өйткені мәтінде уыз туралы әңгімеленіп жатыр екен. Балалар, мәтінге ат қоятын кезде осы мәтін негізгі не туралы айтылып жатыр? Соны тақырып етіп ала салсақ болады екен. Жарайсыңдар. Келесі оқулықтың тапсырмасы. Орындамас бұрын Мерей мен Әли әдеттегідей сөз таластыруда. Мерей айтады, мына сөйлемдердің бәріне ортақ бір ат қойдық. Сонда сөйлемдердің бәріне жеке-жеке ат қоя беруге бола ма? Әли жауап беріп жатыр. Жоқ, Мерей, кез келген сөйлемге ат қоюға болмайды. Сөйлемдер өзара мағынасы жағынан байланыста болса ғана оларға ат қойылады. Мен ойлаймын, балалар, Әли мен Мерейдің әңгімесі сендерге де түсінікті болды деп. Берілген мәтіндегі сөйлемдерінің мағынасы бір-бірімен байланысты болу керек екен. Сонда ғана сен ол мәтінге ортақ бір ат қоя алады екенсің. Балалар, сендердің оқулықтарыңда мынадай көркем жазу орналасқан. Қараңдаршы, мен қазір слайдқа бұл тапсырманы не үшін шығардым? Еске түсіреміз, ұмытып қалмауымыз тиіс. Негізгі сызық, сызықтың жоғарғы бөлігі, төменгі бөлігі және де әріптердің жазылу элементтерін еске түсіре отырып жазамыз. Мен сендер жіберген тапсырманы классрумнан үнемі тексеріп отырамын. Көптеген балалар өте жазуларын көркем. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмада, балалар, сендерге мынадай керемет сурет берілген. Біз осы сурет бойынша мәтін құрастыруымыз керек. Ал енді мәтінді қалай құрастырсақ болады? Мен сендерге сұрақ қою арқылы кішкене көмектесіп жіберейін.
Ал сендер менің сұрағыма жауап беріп отырыңдар. Ал бастаймыз. Қазір қай мезгіл? Яғни суреттен қай мезгілге ұқсатып отырсын? Қазір көктем мезгілі деп жауап берсек болады. Келесі, біз қазір бірінші сөйлемді құрадық. Бұл кім? Бұл сұраққа балалар кез келген өздерің атауды қойып, жауап берсеңдер болады. Мысал үшін, бұл Ақылбек. Екінші сөйлем құралды. Ол не істеп жатыр? Жауап береміз. Қане көрейік, ол не істеп жатыр? Әрине, ол қозыға сүт беріп жатыр. Мәтініміздің үшінші сөйлемі пайда болды. Қозының түрі қандай? Қозының түрі өте әдемі. Мінекей балалар, біз қазір 4 сұраққа жауап беріп, 4 сөйлем құрадық. 4 сөйлем бір-бірімен мағынасы жағынан байланысқан. Ал енді осы 4 сөйлемге ортақ не деп ат қойсақ болады екен? Қозы десек те болады екен. Мен ойлаймын балалар, келесіде осындай суреттер беріліп жатса, мәтін құрастыру сендерге айтарлықтай қиындық туғызбайды деп. Жарайсыңдар. Дәптермен жұмыс. Балалар, оқулықтарындағы 4-ші жаттығу және 5-ші жаттығу. 2 жаттығу болғанымен екеуі бір-бірімен байланысты. 4-ші жаттығуда сөз жұмбақ берілген, ал 5-ші жаттығуда сол сөз жұмбақтың ары қарай орындалу барысы жалғасын табады. Балалар, сөз жұмбақта бірінші орындау үшін тігінен және көлденеңінен деген ұғымды ұғынып алайықшы бірінші. Тігінен кәні көрсетеміз, қалай орналасады? Әрине, ол тік орналасады. Ал көлденеңінен деген, көлденеңінен кәні қолмен сызып көрсетеміз, өзіміз бірінші анықтап аламыз. Ал енді тігінен неше сөзді табуымыз керек екен санаймыз. С-дан басталады, біреу, Қ-дан басталады, екеу, Ш-дан, Б-дан және Е-ден. Демек, 1, 2, 3, 4, 5 сөз тігінен орналасқан. Ал енді көлденеңінен 1, 2, 3 сөз. Барлығы 8 сөз екен. Осы 8 сөзді орнына табуымыз қажет. Табылған сөздерді мына шетінде көрсетілгендей ішемін және жеймін мағынасына қарай топтастырып жазамыз. Мысалы, бірінші сөзді мен сендерге көмек ретінде жазып қойдым. Шәй ішемін. Ал нені жейсің? Әрине, ет жеймін. Ал енді ішемін дегенге ет деп қойсақ, сөздің мағынасы ұйқасын таба ма? Әрине таппайды. Өйткені сен ет ішемін деп сөйлемейсің ғой. Сен етті жеймін деп айтасың. Дәл сол сияқты ары қарай тапсырманы орындауға сендерге сәттілік тілеймін. Сабағымызды қорытайық. Мен қойған сұрақтарға қане ойлана отырып жауап береміз. Бірінші сұрақ. Сөз нелерден құралады? Қане ойланамыз. Көзіңе бір сөзді елестет, және ол нелердің жиынтықтарынан жасалған? Әрине, дыбыстардан, әріптерден деп жауап берсек те болады екен. Жарайсыңдар. Келесі сөйлем. Сөйлем нелерден құралады? Ал салыстырамыз жауабын. Әрине, сөздерден. Келесі сөйлем. Келесі сұрақ. Мәтін нелерден жасалады? Мен бағана мәтін оқып бердім, және сол мәтіндегі нелердің санын анықтадық. Қане еске түсіреміз? Әрине, сөйлемдерден. Жарайсыңдар. Келесі 4-ші сұрақ. Мәтіндегі сөйлемдердің мағынасы бір-бірімен байланыста болу керек пе? Әрине, байланыста болуы керек. Сол кезде ғана біз 5-ші сұрақ мәтінге ат қоюға бола ма екен? Әрине, болады екен. Жарайсыңдар балалар. Мен ойлаймын, мәтін туралы бірнеше мәлімет алдыңдар деп. Классрумдағы тапсырманы орындауға асығайық. Сәттілік балалар.